Егер кешіктірілмей төленсе, дәстүрлі банктағы бөліп төлеу халал ма? Жалпы бөліп төлеу халал. Алайда біздің елімізде дәстүрлі банктар ұсынып отырған бөліп төлеулердің шарттары ислам шариғатына қайшы болғандықтан харам болып есептеледі. Мысалы, сіз 100 мың теңге тұратын ұялы телефонды бір жылға бөліп төлеуге сатып алғыңыз келеді. Келісімшарт бойынша, егер де сіз кешіктіріп төлейтін болсаңыз, сізге айыппұл, яғни пеня жүктеледі. Нәтижесінде ұялы телефонның бағасы 100 емес, 120, 130, одан да көп болып кетуі мүмкін. Ал шариғат бойынша бөлініп төлеуге сатылынған заттың жалпы бағасы өзгермеу керек. Тіпті сіз кешіктірмей, дер кезінде төлеп, айыппұлсыз зат сатып алатын болсаңыз, бұндай шарт харам болады. Өйткені о баста мұсылман баласына бұндай келісімшартпен зат сатып алуға болмайды. Ал енді көпшілікті таңғалдырып, көптеген сұрақтарды тудырып жүрген мәселеге келейік. Ислам қаржы ұйымдары да дер кезінде төлемейтін клиенттеріне айыппұл жүктейді. Алайда дәстүрлі банктарға қарағанда бұл айыппұлды өз шотына пайда ретінде қабылдамай, бірден қайырымдылыққа жұмсайды. Өйткені жоғарыда айтқанымыздай, бұндай табыс харам болады. Бұл амал айыппұл арқылы табыс табу үшін емес, тек қана төлеушілерді дер кезінде төлеуге мотивациялау үшін ғана қолданылады. Өкінішке орай, төлеушілерді тәртіпке шақырудың басқа амалы жоқ. Бар болыңыздар, бай болыңыздар.